Бүгін біз Кореяда атақты болған торнадо омлетін жасап көреміз. Алдымен гарнир жасап алайық. Гарнирға көбінесе күріш пісірады. Және көбінесе күрішті арнайы тәсілмен пісірады, бірақ тіпті күрішті өзін пісірса, ол жарай береді. Ал енді гарнир дайын болғаннан кейін, оны арнайы формамен осылай қою керек. Бірақ бізде ондай форма жоқ. Сол үшін біз кәдімгі кесені қолдана береміз. Вставай, ё-моё! Ал енді омлеттің өзіне кірісейік. Интернетте кейбір адамдардың айтуы бойынша блендерді қолдануға болмайды. Әйтпесе осы әдемі қылып жасау өте қиын болады. Так, тұзды ұмытып кеттім. Тұзды енді өз қалауыңызша қоса бересіз ғой. Біреулер сұйық біреулер сары май қолданады. Мен енді былай да жасап көремін. Енді ең маңызды сәт таяқшалармен айналдыру. Егер таяқша болмаса, вилкамен де істесе болады. Так, ақырын. Осылай шығып бара жатыр қазір. Енді ақырындап енді айналдырып көреміз. Так, шығып бара жатыр. Көреміз енді. Шығып бара жатқан сияқты. Оны ақырын жасау керек. Так, былай шығып бара жатқан сияқты, бірақ кішкене қатайып бара жатқан сияқты. Так, опа, жыртылып кетті. Жарайды енді. Бірінші етіне енді жаман емес деп ойлаймын. Так, екінші рет жасай көреміз. Енді мен сұйық май қолдандым. Осы жол осылай жан-жағына тарап жүреміз. Так, екінші рет кеттік. Так. Не кетіп бара жатқан сияқты? Так. Давай. Енді айналдырайық. Айналдыр көрейік дұрыстап. Так, екінші етті істеніп бара жатқан сияқты. Айналдырайық. Арғы жағына кішкене бармай қалған сияқты, кішкене оны сосын еңкейтейік табаны. Так, еңкейт көрейік. Осылай. О, дұрыс жасалды енді. Енді кішкене тағы да айналдырып көрейік. Айналмайтын сияқты ары қарай, бірақ. Так. Қатты айналмаған сияқты осы жолы. Қатайып қалған сияқты, тағы жасап көрем бе деп ойлап тұрмын енді. Так, тағы да үшінші рет жасадым. Енді міне тағы да құйып жасап көрейік. Так, ақырын деп бастадық. Осы жол кішкене жақсырақ шығып бара жатқан сияқты. Айналдырайық. Енді тағы да айналдырайық. Арғы жағы дұрыс піспей қалған сияқты. Кішкене пісіріп алайық. Айналдыр қалайық. Арғы жағы дұрыс піспей жатқан сияқты. Қайтадан осылай еңкейт жүрейік. От енді пісіп бара жатқан сияқты. Осылай. Енді видеодағы сияқты әдемі шықпай жатыр, бірақ енді бірінші рет жасап көргенге жаман емес деп ойлаймын. Тағы да бір жыртылып кететін сияқты. Міне жыртылып бара жатыр кішкене. Жыртылып кетті. Жарайды енді осылай бола берсін. Жұмыртқа әлі кішкене шікілеу болып тұр. Кім шікілеу түрден ұнатса, олар осылай жіберсе болады, бірақ мен кішкене әлі пісіріп жіберейін. Ал енді гарнирдің үстіне осылай әдемілеп қояйық. Абайлау керек, себебі тайғанап кетуі мүмкін. Сосын абайлаймыз, жыртып алмайық, әрине. Ақырындап осылай әдемілеп қойып жіберейік. Міне қойылды. Енді мен профессионал емеспін, бірінші рет жасап тұрмын. Профессионалдар да әлде қайда әдемі шығады. Әрине бұл кәдімгі омлет.
дәмнің ешқандай ерекшелігі болмайды. Бұл тек қана жасалу әдістемесі басқаша. Осы омлет жасаған кезде мен қай жерден қателесіп кеттім, менде қандай қате болды, комментарийде айтып кетсеңіз болады. Лайк басып, осы каналға жазылып кетуге ұмытпаңыз.